Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте оңай жасалатын жаңа жылдық дастархан дайындайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушанына басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыстық тағамымыз куриные ножки в тесте дайындайтын боламыз. Ол үшін тауықтың осындай аяғын алып, артық еттерін пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Бас жағындағы сүйегі бізге қажет болмайды. Сол себепті пышақпен алып тастаймыз. Барлық аяқтарымыз дайындап алған соң оған дәмдеуіштер қосамыз. Менде қара бұрыш, қызыл паприка, қызыл томат, орегано және тұз. Кішкене зәйтүн майынан қосып, барлығын араластырамыз. Тапамызға аздап май құйып қыздырамыз. Сонан соң тауықтың аяқтарын салып, қызарғанша екі бетін алмастыра отырып қуырамыз. Қатпарлы қамырымызды тік төртбұрыш қылып жаямыз. Менде дайын дүкеннен сатып алынған қамыр. Жұқалап жайған соң полоска қылып кесеміз. Тауықтың аяқтарын шетінен бастап осылай орап шығамыз. Барлық тауық аяқтарын тестамен орап болған соң бетіне бір жұмыртқаны жарып, бетінен кунжуттан себеміз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 35-40 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Келесі өте дәмді шырша салатын дайындайтын боламыз. Алдымен көк пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Тарелкамызға салат жапырағын төсейміз. Бет жағынан төртбұрышты кольцоны қойып, ең астыңғы жағына тауықтың төс етін майдалап турап, бетінен майонезден сетка жасаймыз. Аздап тұздан себеміз. Сонан соң қайнатылған картопымызды терканы өткіземіз. Бетінен қасықпен басып шығамыз, және де майонезден сетка жасап, аздап тұздан себуді ұмытпаймыз. Көк пиязымызды бір тегіс қылып жайып шығамыз, және сетка жасап, тұздан себеміз. Келесі банкадағы жүгерімізді саламыз, қасықтың көмегімен бір тегіс қылып жайып шығып, майонезден сетка жасап, аздап тұздан себеміз. Келесі жұмыртқаның сарысын тетканы өткіземіз. Майонез жағуды ұмытпаймыз. Жұмыртқаның ағын тетканың ұсақ тісінен өткіземіз, және салатымыздың бетін қаптаймыз. Квадратымызды абайлап аламыз. Салатымызды безендіруге кірісеміз. Аскөктен шырша жасаймыз. Ойыншықтарды анар мен жүгеріден жасаймыз. Жұлдызын сәбізден қиып аламыз. Осындай әдемі салатымыз дайын болды. Келесі жаңа жылдық тіске басар дайындаймыз. Ол үшін қара нанымызды дәл видеодағыдай бөліп аламыз. Туралған қара нанымызды тарелкамызға қойып шығамыз. Бетінен шпроттан қоямыз. Қиярымызды сопақша етіп турап қоямыз, және шпажканың көмегімен түйреміз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Өте дәмді тіске басарымыз дайын болды. Міндет түрде жасап көріңіздер. Келесі өте дәмді хан салат, не болмаса алатау салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін чечелімізді қолымызбен осылай ажыратамыз. Чечеліміздің жартысын пышақпен турап шығамыз. Қиярымызды төртбұрышлеп тураймыз.
Келесі сырымызды төртбұрыштілеп тураймыз. Қайнатылған сиырдың тілін төртбұрыштілеп турап саламыз. Жүгеріні аздап қосамыз. Черри помидорын 2 бөлікке бөліп саламыз. Барлығын 2 ас қасық майонезбен араластырып, тарелкамызға салат жапырағын төсеп, салатымызды саламыз. Ең беткі жағына осындай чечилді дөңгелектеп қоямыз. Өкінішке орай менің камерам өшіп қалып, бұның бәрін сіздерге көрсете алмай отырмын. Жылдам жасалатын мерекелік дастарханымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Брауни чизкейктің рецепті менің YouTube каналымда бар. Описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.